Good day everyone, how are you doing? So today we learn about zeros and zero. So guys, zero және zero деген тақырыптарды көптеріңіз естіген шығарсыздар. Осы бүгін біздің тақырыбымыз осы zero zero тақырыбы болады. Так, біз zero zeroның мағынасы не? Бұл бір жерде бірдеңе бар деген мағынаны білдіреді. Мәселен сіздер егер менің бөлмелеріңізді сипаттап жатсыздар. Бөлмемде шкаф сол жағында тұр. Немесе бөлмемде ноутбук бар, сумкамның ішінде ручка бар, или болмаса осы маңда кафе бар дейтін болатын болсаңыз, оның барлығына осы zero zeroны қолдансаңыз, сіздерде сөйлеуде оңай әрі қиындық тудырмайтын болады. Шатаспаймыз, бір жерде бірдеңе бар екен айту үшін. Енді қараңыздар, зерис пен зераның не айырмашылығы бар? Бізде зерис ол жекеше сөздерге қолданылады. Мысалы, сіз айтасыз, сумкамда бір ручка бар дейтін болсаңыз, зерис деп қолданасыз. There is a pen in my bag. Ал егер ручкалар бар дейтін болсаңыз, there are pens in my bag. Менің сумкамда, яғни 3-4 ручка бар, мысалы, көпше ғой. Айырмашылық қатты қиын емес, Онда ары қарай мысалдарымызға кетейік. Ең алдымен бізде ол позитив, яғни болымды сөйлем. Қараңыздар. There is a sofa in the living room. Яғни не дейді? Қонақ бөлмеде кресло бар. Қанша кресло? Әрине бір кресло. Қараңыздар, there is a sofa. Біз өткенде артикль тақырыбын өттік. Артиклдің белгісіз артиклдер қай кезде қолданатынында өттік, сондықтан қиналмаңыздар. There is a sofa. Sofa, жалғанып тұр ма? Жоқ, алдында артикль тұр ма? Сондықтан бұл бізде жекеше сөз, Жеке сөз, бір креслоны айтып тұрмыз. Ал енді біз айттық, there is жекешеде қолданады. Сондықтан біз бұл жерде there is-ді алдық. Ал екінші сөйлем. There are flowers in the garden. Бақшада гүлдер бар. Бақшада гүлдер бар. Бір гүл емес, бірнеше гүл. Роза гүл, геран, әртүрлі гүлдер болуы мүмкін. Zero zeroның айырмашылығы сол. Бұл бізде позитив. Ал енді негатив сентенсте not көмекке келеді. There is not a sofa in the living room. Қонақ бөлмеде ешқандай кресло жоқ. Not деген көріп тұрмыз. Ал енді бізде there is not-ты қысқартып there isn't. Қиын емес. Ал енді, there are not flowers in the garden. Бақшада гүлдер жоқ. Бақшада гүлдер өсіп тұрған жоқ. Сәйкесінше, there aren't деп қысқартып қолданса да болады. Ал question'да әдеттегідей is бен are-ды алдына шығара саламыз. Так, is there a sofa in the living room? Қонақ бөлмеде кресло бар ма еді? Are there flowers in the garden? Бақшада гүлдер бар ма? Қиын емес. Тағы бір қорытындылай кетейік. Жалпы, there is zero бір жерде бірдеңе бар екен айту үшін. There is сәйкесінше жекешеге, zeroны көпшеге. Позитивте. Кәдімгідей, there is zero ары қарай сөйлемдеріңізді жасап кете бересіздер. Негативте not-ты көмекке шақырамыз. Түкте қиындық жоқ. There is not, there are not. Ал question'да is бен are алдына шығып кетеді. Is there, are there. Шатаспаймыз. There is жекеше, zero көпшеге. Сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан барлығына пайдалы білім болсын. Bye!